Hello students, how is it going? Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз 3-ші сынып ағылшын тілі People's Book кітабындағы 84 және 85-ші беттердегі жаттығуларды бірге орындайтын боламыз. Бүгін бізде жаңа тақырып, көріп тұрғандарыңыздай 17-ші жаттығуда 12 ай берілген, айлардың атауы. Listen, point and repeat дейді. Тыңдап, қайталаймыз. Бірінші бізде January бізде қаңтар. February ақпан. March наурыз. April сәуір. May мамыр. June маусым. July шілде. August тамыз. September қыркүйек. October қазан. November қараша. December желтоқсан. So people, let's do exercise number 18. Read and say. 18 жаттығуды орындайық оқушылар. Оқы және айт дейді. Бірінші сөйлемді оқиық. It is the 7th month дейді. Бұл 7-ші ай дейді. Бізде оқушылар 7-ші ай қандай еді? 7-ші ай бізде ол July, July ол бізде шілде. July деп жазамыз. Екінші бізде It is the 10th month of the year. Бұл жылдың 10-шы айы дейді. 10-шы айы бізде оқушылар October, Үшінші It is the first month of winter. Бұл қыс мезгілінің, яғни winter, ең бірінші айы дейді. Ол бізде ең бірінші айы December, қыс мезгілінің бірінші айы. Төртінші It is the second month of summer. Бұл, яғни summer деген бізде жаз мезгілінің екінші айы. Ол бізде оқушылар әрине July. Бесінші It is the first day of spring. Яғни spring бізде көктем мезгілінің бірінші күні дейді. The first of March. Яғни бірінші наурыз бізде көктем жыл мезгілінің бірінші күні. Соңғысы бізде It is the third month of autumn. Яғни autumn деген бізде күз мезгілінің үшінші айы дейді. Үшінші айы бізде November. Ендеше оқушылар келесі бетті ашайық. 85-ші бет. Open your book at page number 85. Бұл жерде бірінші оқушылар study spot, яғни ереже берілген. Бұл жерде ереже не жайлы деп айтатын болсақ, бұл жерде оқушылар бұрыс етістіктер деп аталады. Бұл көріп тұрғандарыңыздай, өткен шақта біз мысалға мен жасадым, мен бердім деген сөздер болады. Мысалы мен бардым, сол сөздерді өткен шаққа ауыстырғанда, сол сөздер түбегейлі өзгеріп, олар бұрыс етістікке айналады. Яғни етістік мысалға go бару болса, went деп ол өткен шақта өзгереді. Яғни I go to school болса, мен мектепке барамын. I went to school, мен мектепке бардым, өткен шақта. Бұл жерде түрлі сөздер берілген. Сол сөздерді өздеріңіз жаттап алып, дәптерлеріңізге жазып алсаңыздар болады. Яғни бұл сөздерді білуіміз қажет. Өткен шаққа біз сол етістікті ауыстырған кезде, ол осы етістікті, бұрыс етістіктерді қолданамыз. Мысалы drink, drank деген сияқты. Ендеше оқушылар жаңа сіздерге үйреткен бұрыс етістіктерге қатысты 19-шы тапсырманы орындайық. Read and choose. Оқы және таңда. Бұл жерде егер өткен шақта сөйлем тұрған болса, біз өткен шақ бұрыс етістігі таңдауымыз қажет. Бізде екі етістік берілген, көріп тұрғаныңыздай қарамен берілген. Біріншісіне мысалы we go немесе went to the zoo last Saturday. Біз өткен, яғни Saturday сенбі күні зообаққа бардық дейді. Бұл жерде go емес went болады, себебі өткен шақта айтып тұр. Енді екінші сөйлемге қарайық. Did he have немесе had a party on his birthday дейді. Бұл жерде оқушылар have дұрыс етістікті қолданамыз. Себебі бұл жерде оқушылар сөйлем сұраулы сөйлем болып тұр. Яғни did көмекші етістігі алдында келіп тұр. Яғни did he have a party on his birthday болады. Яғни had бұрыс етістігін қолданбаймыз. Өткен шақтағы сұраулы сөйлем болғандықтан. Үшінші, Mom make or made a big cake last night. Бұл жерде made көмекші етістігін қолданамыз. Төртінші бізде I didn't do немесе did my homework last night. Бұл жерде оқушылар болымсыз сөйлем келіп тұрғандықтан өткен шақта did көмекші етістігін қайта қоймаймыз. I didn't do болады. Бесінші бізде she rides немесе rode her bike to school yesterday.
бұл жерде rides емес wrote болады. Бұл жерде себебі past simple өткен шақ келіп тұр. Егер present simple болса бізде rides'ті қолданатын едік. 6-шы бізде did you drink or drank milk last night? Бұл жерде оқушылар did you drink milk last night болады. Енді оқушылар 20-шы жаттығуға назар аударайық. What did they do yesterday? Listen and choose. Олар кеше не істеді дейді. Тыңдап, яғни белгілейміз. A немесе B жауабын қайсысын айтады? Яғни listening тапсырмасы, тыңдалым тапсырмасы. Сол дұрыс жауабын белгілеуіміз қажет. Мысалы, бірінші сөйлемде Liam and Lily went to the zoo немесе park. Ендеше аудионы тыңдайық. Where did Liam and Lily go yesterday? Did they go to the zoo? No, they didn't. They went to the park. What did Jake do yesterday? Did he ride a bike or an elephant? He rode a bike. What about Daisy? Did she make a kite? No, she didn't. She made a cake. It was delicious. And Nanny? What did she do? She wanted to write a letter, but she wrote a card. Келесі бізде оқушылар Exercise number 21 Talk with a friend. Досыңмен сөйлес деген, яғни бұл жаттығуды жазбаша орындамайсыздар. Бұл жерде былай деп тұр бала. Did Liam and Lily go to the zoo yesterday? Yes, they did. Немесе no, they didn't. Яғни сөйлем құра деген өткен шақта, мысалға, мына бала сұрап тұр, ер бала. Лили мен Лиам кеше зообаққа барды ма дейді. Я барды дейтін болса, yes, they did деп жауап береді. Бармаған болса, no, they didn't. Сіздер де осылай дәл сұрақ қойып жауап берсеңіздер болады достарыңызбен бірге орындап. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. The lesson is over. If you understand my lesson, subscribe my channel, like and comment. Оқушылар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. See you next lesson. Goodbye, students.